сынып оқушысы Мәлік Шайдара. Бізді жақында мен мамандықтар әлемінің шамын атты ғылыми жобалар байқауы өтеді. Сол байқауға мен өзім бақ сынап қатысам. Осы орайда біз зергерлік мамандығын алып отырып, және сізден бүгін сұхбат алуға келіп отырмыз шетешіммен бірге. Ең алдымен өзіңіз туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Көктөре мектебінде нөмірі 18-ші, бұрын Қаныш Сәтпаев атындағы нөмірі 18-ші мектеп болған, сонда оқыдым, соны бітірдік. Зергерлік мамандыққа қалай келдің деген сұрақ қойды. Мектеп қабырғасында жүргенде сурет салдым, суретке қызығатын, бейнелеу пәні, сызу деген жоғары сыныптарға келген сызу деген пән бар ғой. Геометрия деген. Соның бәрі мына неге осы суретшілікке жақын пәндер. Солардың бәрін қызығушылықпен басталды. Сурет салатын едім, сосын мектепте бас бұрышы деген болады сол кезде. Өз сыныбымның бір бұрышын әсемдеп суретін салып, жазуын жазып, сондай нәрсемен айналыстым. Ұстаздардың тапсырма айтқанымен осындай не жасау керек деп плакаттарға жазу жазып, сурет салып, сөйтіп мектепті бітірдік. Мысалға бітіргенше солай сабағымнан бөлек солай сурет салып жүрдім. Яғни осы зергерлікке деген қызығушылығыңыз осы мектеп қабырғасында болды ғой. Зергерлік мамандығының оң және теріс тұстары қандай? Теріс тұсы жоқ деп есептеймін. Себебі оң жақ бәрі оң, пайдалы жағы. Бұл неге өнерге келгенде жаңағы адамның ең бірінші қызығушылығы керек, ең бастысы. Сурет сала білетін қабілеті болу керек. Қабілет деген өзі қызығушылықтан пайда болады. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Тек зергерлік бойынша ма? Мен зергерліктің өзі деп айта алмаймын. Бұл жерде біздер оқыған кезде қазірде солай болу керек. Бірақ енді қазір заманның ағымына қарай технология дамып жатқан сайын бір мамандықтың өзі бірнешеге бөлініп кетіп жатыр. Дизайн, технология, программирование деген сияқты сондай неге бөлініп жатыр қазір. Ал біздің кезімізде, бізге дейінгілерде мысалға сурет және бейнелеу өнері және қолданбалы өнер деген факультетте оқыдым. Соған тапсырып, соны оқып бітіріп шықтым. Ол жерде қолданбалы өнер болғаннан кейін сызуды да оқып үйрендік, сурет салуды да білеміз, кескіндемені де білеміз. Мысалға, сосын әр курста семестр сайын ауысып тұратын мамандық. Мысалға, керамиканы балшықтан қалай жасап, соңына шейін құмыраның немесе бір бұйымның шыққанына шейін үйрендік. Қалай жасау технологиясын. Сосын таспен қашау дейді. Тас болғанда тастың кездеген тасты алып қашай бермейсің, оның да жасауға келетін түрі бар. Сосын ағашқа да мысалы ыдыс аяқтар жасау болады. Қолдан ойып, қашаулармен ойып, немесе нан кесетін ас бөлменің бір құрал ретінде сондай бұйымдар жасау болады, мысалы ағаштан. Оның да түрі несі көп қой, домбыра жасайсың, бесік жасайсың деген сияқты. Оның да жасалатын бұйымдар көп. Одан бөлек скульптура деген бар. Скульптура деген ол балшықтан басталады. Балшықтан илеп, форма шығарып, түрлі пішінді, дөңгелек бола ма, төртбұрыш бола ма, аң бола ма, түрлі нәрсені балшықтан жасап шығарып, оны соңына шейін әртүрлі этаптан өткізіп, ең соңында қатырып, оны дайын күйінде дайын бұйым ретінде шығаратын ол да бір жолы. Осының бәріне қамтып келгенде суретшілік өнерге кіреді. Оның ішінде зергерлік те бар. Сондықтан мен оқыған кезде бұны тек зергерлік деп, соны оқиын деп бізде барған жоқпыз кезінде. Егер адам сол зергерлікті оқиын десе, бұл жерде суретті де салып білу керек. Сурет салып білмесең, ертең мысалға өз ойыңнан бір жаңа туынды бірдеңе жасағың келетін, сурет салып білмесең шығара алмайсың. Авторлық туынды шығара алмайсың. Иә, көрдің бе, соның бір-біріне бәрінің байланысы бар. Сондықтан адам деген әу баста мектепте жүргенде сондай фундаменті болады адамда, жаңағы суретке салуға, жаңағы сызуға, қолдан бірдемені қол өнерімен айналысатын адам болса, онда соның болашақта бір зергерлікке баруына пайдасы тиеді. Осы мамандық бойынша жұмыс табу қиын ба, әлде оңай ма? Мысалы, сізге қалай болды? Бұл енді тек зергерлік деп алатын болсам, онда жұмыс табу қиын. Себебі
ол санаулы жерде, мысалы домбыйда деп айтамыз, түрлі қызметтер көрсететін орталық. Тігін, аяқ киім жөндеу, мысалға әшекей бұйым жөндеу, мебель жасау деген сияқты солар жөндеп беретін ондай орталықтар бар қалада, ол санаулы бар. Кезінде де солай болды. Енді сол жерге келіп әркім өзінің ұсынысын айтып, мына жерін жөндеу, мынаны жасап бер деп келіп жасатады мысалы. Сондай жерлер бар. Ондай жерде адам жұмыс жасайтын шеберхана аз болады, шеберханада отыратын адам да аз болады. Себебі бұрын солай болды. Ондай мысалы, я болмаса біздер сияқты универ бітіргенде мұғалімдік мамандық бітіргенбіз. Сол бойынша бітірген болса, онда сол барған тұратын жерде оқу орны болу керек. Соның ішінде сондай сенің мамандығың. Суреттен сабақ беретін мысалға. Соның ішінен бөлімдері ашылған болса, ағаштан беретін, ағаштан оқушы дайындайтын мысалға. Сондай бөлімдер болса, онда болады табуға. Жалпы енді құр тек зергерлікпен жұмыс табу қиын әрине. Бірақ енді қазіргі заманға сай бәрі зат дамып жатыр ғой. Технология дамып жатыр. Қазір енді адамдар деген жан-жақты болу керек. Сол себепті де кез келген сауда орны болсын, сондай жерлерден бір орын алып, сол жерде отырып, өз күнделікті табысын табуға болады. Мысалы. Қазір мүмкіндік көп ондай. Осы мамандық бойынша атақты зергерлер бар ғой, солардың ішінде кімді үлгі тұтасыз? Өте жоғары талғаммен, яғни заман өзгерсе де, заман мына технология дамып жатыр ғой, өркениет дамыған сайын, олардың жасаған бұйымдар ешқандай сәннен қалмайтын, сондай өте талғаммен, жоғары талғаммен жасалған бұйымдар жасаған зергерлерді айтар едім. Жалпы осы уақытқа дейін көптеген тәжірибелер жинадыңыз ғой. Сол тәжірибелеріңіздің арқасында қаншама жетістікке жеттіңіз? Алған марапаттарым енді бір емес бірнеше 20-30-ның үстінде бар. Марапаттар, орындарым бар. Енді ол жерде мен марапаттан гөрі жетістік деп нені айтар едім. Әр адамның өзінің бір өмірде жасап отқан өмір жолында, еңбек жолында өзінің жетістігі өзіне белгілі болады. Ол жасап отқан баяғы ең оқып жүрген кезіндегі жасап жүрген бұйыммен қазіргі кездегі жасап жүрген бұйымның айырмашылығы және соның сол жылдардың арасында еткен еңбектің нәтижесінде шыққан адамның жетістігі болады өзіне. Жетістік мен өзім соны айтар едім. Сен мысалға баяғыда бір 20 жыл бұрынғы жасап отқан нәрсеңді әлі жасап отқан болсаң, онда ол жетістік емес. Адам өсу, іздену арқылы өзін жаңа қырларымен таныту арқылы жасаған бір нәрсені шұқып отыра бермей, оның сан түрлі адамға пайдалы болатын жағын, және оның қалай пайдалы болатын, тәрбиелік үлгі ретінде пайдасы тию керек, және көркемдік жағы заманға сай бір орында қалып қалмай сен дамып отырсаң, сол жетістік негізі. Жетістік деп соны айтар едім. Бұлай енді марапат жасай ала бересің, ол да бір оған да дайындалып еңбекпен аласың ғой, көпшіліктің арасында жарып шығу деген ол да бір еңбектің нәтижесінде, ізденістің нәтижесінде шығатын жетістік деп айтамын. Болашақта шәкірт оқыту ойыңызда? Иә, ойымда бар. Біздің Маңғыстаудың зергерлік мектебі бар. Бұрыннан келатқан, оны мен ойлап тапқан жоқпын. Біздің заманымызға дейін ешкім ертеде жасалған шеберлердің мектебі. Ол мектебі деп айтатын себебім, сол кезде қиын заманда қазіргідей мысалға көрікті айтайын, қарапайым көрікті біз мынандай горелкамен жасап отырмыз. Газ бар мысалға. Міне осындай заманауи ыңғайдан жасалған қазір заманға сай. Бұрын отпен жасалған, көмір жағып, ағаш жағып, сонымен жасалған зергерлік бұйымдарды соны жасаған шеберлердің мектебі, ол деген өмірлік өшпес қазына кәдімгі, сөйлеп айтар едім. Солардың мектебі, қалдырып кеткен мектебі сол заманда сондай қиындықпен жасаған
осы мына өздеріңіз көріп жүрген өңіржек болсын, білезік болсын, өте сондай үлкен шеберлікпен және былай қарасаң кейбір салынған оюлар микроскоппен қарайтындай, очки тағып қарайтындай, сондай очки тақпасаң дұрыс көрінбейтін сондай оюлар сол заманда салғаннан кейін мен сол адамдарды кәдімгі хас шебер деп айта аламын. Сол мектепті үзілмей біздер соны жалғастырып келе жатқандарымыз ғой. Қазіргі уақытта өнер бұйымдарына сіздің ойыңызша сұраныс қандай? Және соның ішінде қай әшекейге сұраныс көп? Қазір уақыт өткен сайын жалпы мына соңғы 20 жылдың бер жағы деп айтайын. Бер арада уақыт өткен сайын біздің ұлттық өзіміздің қазақы бұйымдарға, оның ішінде сол өңіржек болсын, қыз ұзататын қыздың қалыңдықтың киімі бар, ұлттық киімі, күміс істелген бұйымдар. Соларға деген қызығушылық соңғы жылдары өсіп келе жатыр. Қызық адамдардың санасы сол жақсы нәрсеге талғамдары өзгеріп, заманға сай. Заман технология дами берсін, бірақ адамдардың ұлттық дәстүрге, өзіміздің қазақы мінезімізге келетін, қазақы салт дәстүрімізге келетін бұйымдарға қызығушылық артып келе жатыр. Оның ішінде сол жаңа айтып өткен өңіржек, сырға, білезік, соларға жүзіктермен бірге соларға қызығушылық артып келеді қазір. Енді күнделікті тағатын бұйымға енді өңіржек жатпайды. Өңіржек деген сәндік, сондай көркем, сондай салтанатты жиынға, сондайға арналған негізі әуелде. Қалыңдықты ұзатқанда да сондай ол жерде үлкен терең мағынамен жасалады. Айта берсем, ол жерде жасап отырған кезде зергер өзінің бар шеберлігін, тек шеберлігін салып қоймайды, ол жерге философиялық мән мағынасы бар оюларды салып отырған. Сол ою арқылы ана таққан адам өміріне септігі тигізеді деген оймен жасалған. Сондықтан бұл өңіржек болсын, біздің осы бұрынғы зергерлердің жасап кеткен оюлардың, салған оюлардың бәрінің мағынасы бар. Өміршеңдігі содан болып тұр негізі. Біздің заманымызға жетіп тұр, және қазіргі адамдарға сол қызық ұнайды. Ұнап тұрса, ол сәннен де қалмайды деген сөз. Сондықтан оған қай-қайсысына да қазақы зергерлік бұйымдарға қазіргі сұраныстар көп. Сондықтан бұны таңдап болашақта осыны ары қарай дамыта беруге, үйренуге мамандық қылып таңдаса болады. Қорықпай. Себебі қорықпай деп айтатын себебі мына қазір жұрттың көбісінің былай айтқанда жалпы айтатын біздер мұнайшы болғысы келеді. Мысалға, я болса программист болғысы келеді. Сондай программист деген мамандық қазір қазір актуалды, қазір бар, сұраныста да бар қазір. Программисттің өзі бірақ қазір бөлінеді. Ішінде түрлі салаға бөлінеді. Компьютермен жасайтын, мысалға соның бір шетін айтайын деп отырғаным, біздің зергерлік бұйымды қазір білім алып оқуға да болады, жаңағы оқу орнына. Одан бөлек соның ішінде де оқытады. Осы дизайны бар, компьютермен жасайтын. Мысалы біздің жасап отқан өңіржек болсын. Өңіржек жасау қиындау да, енді сырға сақина бар, кішігірім әшекей бұйымдарды соны құйып шығару қазір аппараттар бар. Бір емес, бірнеше данасын шығаратын сондай аппарат бар, құйып шығару арқылы. Ол бірақ ол құйғанға дейінгі жасалатын ол бір адамның емес, бірнеше адамның жұмысынан өтеді. Ол компьютермен байқап жүрсеңіздер, өздеріңіз қазір не бар, 3D. Мысалға, торттың да 3D формасы бар емес пе? Сол сияқты қазіргі сақинаны да сөйтіп шығарып жатыр. Дамыған. Мысалға, сол арқылы, сол жағынан келіп үйренсе де болады мысалға. Компьютерлік дизайнер жағынан келіп, осы зергерліктің бір шетін соны ары қарай алып кетуге болады, кіріп кетуге болады. Соны ертең бітіргеннен кейін де тек сол мамандықпен отырып отырғанда не бар, мысалы, жұмыс солай істеуге де болады. Біреу тапсырыс береді, оны сен эскизін сызып бересің, бір адам. Эскизін жасап беруде енді оп-оңай зат емес, оған бәрін сызып, өлшеп, бәрін жасайды ғой, үйренген адам. Оны құйып шығаратын не бар, поска деген
воск деген материалмен құйып өсіреді. Сондай технология бар. Соны үйренсе болады. Оның өзі де бір жұмысқа қарайған кәдімгі бір адамның атқаратын күнделікті жұмысы. Соны бітіріп, ол ары қарата тағы да бір процесс, бір адам жасайтын жұмысқа құюға жібереді. Мысалы сондай бәрін этаппен істейтін болса, әрқайсысы бір орын деп айтуға болады. Бір жұмысшыға мысалға. Қазіргі заманмен мысалға SMM мамандық бар, мобилограф бар. Соның бәрі әрқайсы мамандық емес, сол сияқты зергерлікті сөйтіп бөлуге болады қазір. Соңында құйып шығарған кезде, жылтыратып жасап шығарған кезде барлық командамен жасалған бұйым болады негізі. Балдарға сол жағынан да бір түсіндіру керек сияқты қазір мамандық таңдау үшін. Бірден мына горелкамен отырып, отпен отырып, мына күмісті құйып созу дегенде қабылдау қиын болатын шығар, қиын көруі мүмкін. Сондықтан мына жағынан бірінші суретін салып оны. Сол жан-жақтан 3D деген форма ана компьютерден қарауға болады. Мына Сақина мысалы жасаған, ойлап тапқан жүзік мысалы әдемі болды ма? Мұғалімге көрсете, қасындағы адамдарға көрсету арқылы әркімнің өз ойын тыңдап отырып, ана кемшіліктерін алып тастап, одан да қайта басқа әсем не шығарса, 3D форма. Сол уже сол зат мақұлданады уже. Көпшілікке ұнағаннан кейін, мынау дұрыс зат екен ғой деп, одан әрі дамытып, құюға, оны көбейтуге сөйтіп шығаруға болады мысалға. Ал біздер қалай істедік? Біздер бұрын суретін саламыз, қағазға эскизін жасаймыз. Сосын оның пішінін салғаннан кейін ол мысалға біреуге өз ойымен жасағанның өзінде жаңа эскизді бәрібір бірнеше рет қарайсың. 7 рет өлшеп, 1 рет кес дейді ғой, сол сияқты 7 рет қайта қарап, кемшіліктерін жөндеп барып, ең соңында болды, мынау бұйым көңілмен шықты, енді осымен жасайын деп жасаймыз бұрында. Оған бірнеше уақыт кетеді, және оны жасайтын кезде суретті алғаннан кейін, дайын болғаннан кейін, мына жерден күмісіңді құясың. Оған дейінгі бірталай мәселе осы жерден бітеді мысалы. Құйып, оны созамыз мына вальциден. Созып шығарамыз, оның бетіне сосын шығарған созылған күмісті, мысалы дресттің формасы болсын, Сақинаның соны созып, мына жерде бәрін ойып салып, бірнеше күн уақыт жаңағы дәнекерлеп, пайкілеп, жасап ойып салып шығамыз. Сосын оны иеміз Сақинаға. Мысалы одан кейін барып жаңағы кислотаға салып тазалап, оны мына жерде тағы не бар, жаңағы жылтырататын полировка жасайтын аппарат бар. Сонымен жылтыратып мысалға. Оның бәрі бірнеше күндік уақыт алады. Ал егер жаңа мен айтып отқан құйып үйренетін литье деп айтамыз орысша. Сол мамандықты құюды үйренсек, қазіргі заманға сай, қазір көп адамдар сөйтіп жасап отқан, үйреніп отқан жолдары бар да мысалы. Сол жағынан келсе, сол процестің өзі қызық, құюдың өзі. Құюға дейінгі бірнеше процесс бар жасалатын. Жалпы өзіңіздің осы бұйым жасауға қанша күн уақытыңыз кетеді? Мысалға бұрындары мен енді бастап жүрген студент кезімде бір күнде бір Сақинаға, енді ол кезде асықпаймыз, бір Сақинаны әдемі қылып шығару үшін бір күн уақытымыз кетеді. Ал қазір енді әркім әртүрлі жасайды. Мен мысалға бір Сақинаны қазір жасауым керек болып отырамын да, бір Сақинаны соны жасап тастағым келсе, болмаса біреу сұраныс болса, өзім ойымнан шыққан жасағым келсе, отырамын да 1-2 сағатта жасаймын. Күмісімді құямын, күмісті құйып ана жақтан созамын, одан әкеліп ойым саламын, одан жаңағы үстіне дәнекерлі бәрі оюларды кішігірім жаңағы ою өрнектерін бәрін салғаннан кейін, егіп оны тәжірибеміз мол болғаннан кейін, қай заттың қанша уақытта қалай бітетінін өзі біліп тұрамыз. Ол деген жаңағы адамның жинаған тәжірибеміздің арқасы. Сіздің ойыңызша осы қоғамның дәл осы мамандыққа көзқарасы қандай? Бір қараған кезде мысалы мен мына жұмыс жасап отқан енді орнымды бір адам көреді де келіп алып, мына шұқынып отыр ғой деп, көп уақыт кетеді деп адам бірден қиын қабылдайды мысалы. Көпшілік сөйтіп қабылдайды. Мынау көздің майын тауысатын жұмыс, көп құрал саймандар керек екен, анау керек екен, мынау керек екен, бұны жасап үйрену үшін деп, өзін өзі қинап, осыған көп қаражат керек екен деп, бірден ауыр жағын, қиын жағын алады да, сөйтіп қабылдайды көп адам. Ал бұл заттар деген біздер неше жылдан бері жиналып келген
құралдар. Бірақ енді көбісін өзімізге ыңғайлап өзіміз жасап аламыз. Бұл жерде бір айтып кететін нәрсе бар. Әр зергердің өзіне ұнайтын, ою-өрнек салатын құралдары бар. Мен өзіме арнап жасалған өзімнің қолтаңбам үшін да. Қолтаңба деген нәрсе осы. Мен жасап отқан нәрсемді жұрттар, адамдар, мысалы көпшілік, басқа зергерлер, басқа жақтағы адамдар менің жасаған бұйымнан, мынау Сағитұлан жасаған, Маңғыстау зергердің жасаған бұйым деп танылады. Бұл жерде еңбек те керек, қызығушылық та керек, қажымайтын. Соңғы сұрақ, жалпы осы мамандықтың, зергерлік өнердің болашағы бар ма? Оның болашағы қандай? Сіздің ойыңызша? Болашағы кәдімгі мен 100% гарантиямен деймін айта аламын. Болашағы бар, бұл үзілмейтін өнер. Зергерлік өнер деген. Себебі адамзат өмір сүрген сайын оларға не керек? Ұстанатын қай уақытта да баяғы ерте заманда да зергерлік өнер баяғы ғұн, сақ, баяғы бабалардың кезінде де сол алтыннан түйін түйген сол кездер, ол заманда. Ал сол заттар қазір мысалға ескінің бұйымы болса да қазіргі заманға сай адамдар тағып қызығатындай бұйым болып тұр. Сол жағынан қараған кезде мына әшекей бұйым адам тіршілік еткен сайын ол әдемілікке, жақсы өмір сүруге, жақсы зат тағуға, әйел болсын, ер адам болсын, сәнді киінуге әр уақытта қызығады, соған талпынады. Сондықтан қызығушылық ол басылмайды ғой, зергерлік өнерде еш уақытта да. Қызығушылық басылмаса, өміршең екені белгілі. Содан ол болашақта сұраныс бола береді ол. Уақыт өткен сайын бұл қалмайтын өнер. Қол өнердің бір қасиеті осы. Домбыра жасасаң да, мысалға, қандай ой бар тағы. Киім тіккенде де, ағаштан бұйым жасағанда да бұл өмірі, өнер болғаннан кейін ол өнер деген ар жағы мәдениетімізге барып тіреледі. Мәдениет деген ол біздің әр ұлттың қазынасы. Сондықтан да ол мәдениет бар жерде, мына мәдениеттің тармақтары ғой, бұл өнер болсын, жан-жақты салалар. Сол өнерге кіргеннен өнердің ішіндегі мына зергерлік болсын, басқа суретшілік болсын, бәрі сол астында тұрады, соны бірге дами береді әр уақытта. Мен өзім солай есептеймін. Бұл өмірлік, жаңағы адам бар жерде, адам тіршілік еткен жағдайда бұл жүре береді. Себебі сұраныста бар болады. Өміршең. Жақсы. Құрметті Сағитұлы ағай, сұхбат бергеніңізге рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп. Болашақта алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз, шыңдарыңыз көп болсын, жетістіктеріңіз көп болсын. Рахмет.